Қайырлы күн. Бүгін қазақтың ұлттық тағамының бірі наурыз көжені бірге дайындайтын боламыз. Бұл тағамның әртүрлі нұсқалары бар, бірақ мен сіздерге ең дәмді сәтті түрімен бөлісемін. Менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Наурыз көжеге 7 түрлі дәнді дақыл қосылады. Ең бірінші кезекте осындай қазы, менде сүрленбеген түрі. Мен аз ғана адамға арнап жасадым. Сіздер құрамындағы заттарды еселеп, көбейтіп жасасаңыздар болады. Одан соң міндетті түрде мен жүгері, арпа, бидай және тарыны міндетті түрде қосамын. Бұл тағамға ерекше дәм береді. Одан соң қалауларыңызға қарай ноқат, күріш, бұршақ қоссаңыздар болады. Қазы мен етімізді қазанға суға салып қайнатамыз. Көбігі шыққан соң міндетті түрде тазалап аламыз. Ежелден бері қазақ ата-бабаларымыз пайдаланылған, тұтынылған ең негізгі осы 4 дәнді дақыл. Сондықтан мен міндетті түрде қосамын. Наурыз көженің ең негізгі құпиясы да деп айтсам болады. Барлық дәнді дақылды жуып тазалап аламыз. Көбігінен тазалаған соң ұзақ пісетін ноқат, сұлы, бидай, жүгерімізді салып қайнатамыз. Осылай қайнаған соң бірден салатын болсаңыздар, етпен бірге жұмсақ болып пісетін болады. Мен бөлек ыдысқа қайнатпай, осылай етпен бірге қайнатып пісіремін. Сонда дәнді дақылдардың дәмі мен құрамындағы маңызы осы сорпаға сіңетін болады. Сорпамыз қаншалықты көп қайнаса, соншалықты ағзамызға пайдалы әрі дәмді болып шығады. Енді осы аралықта құртымызды суға салып, жібітіп, езіп аламыз. Мен қайнаған су, ыстық су құйып, осылай езіп алдым. Сіздер 3-4 сағатқа қайнаған су құйып, салып, жібітіп қойсаңыздар да болады. Егер құрт болмаса, айран пайдалансаңыздар да болады. Құртымыз дайын болды. Менде наурыз көже 3 сағаттай қайнады. Қараңыздар, барлық дәнді дақылдары жарылып, толығымен піскен. Енді тез пісетін тары, күріш, бұршағымызды салып, жарты сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Байқағандарыңыздай, құрамына ешқандай артық дәмдеуіштер мен картоп, пияз, сәбіз сияқты қоспаларды қоспаймын. Себебі наурыз көженің өзіне тән ерекше дәмі осы қосылатын қазда және 7 түрлі дәнді дақылда. Наурыз көжеміз жарты сағат қайнады. Ішіндегі дәндер толығымен пісіп шықты. Наурыз көжеміз дайын болды. Дастарханға ұсына берсеңіз болады. Қалауыңыз бойынша осылай жібітілген құрт немесе айран қосып ұсына берсеңіз болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Ұнаса пікір қалдырып, достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Басқа да рецептерімді менің каналымнан таба аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын.